Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Біз бүгін өте дәмді банофи пай деп аталатын пирогты жасайтын боламыз. Бізге ең әуелі әртүрлі осындай песочный печеньелер керек болады. Содан соң ерітілген сары май, вареная сгущенка, содан соң пирогтың салмасына ең басты ингредиентіміз ол банан керек болады. Одан соң кремний, сливки және қант ұнтағы керек. Біз печеньемізді жақсылап үгітіп аламыз да ыдысымызға салып, оның үстіне ерітілген сары майымызды құйып, екеуін біріктіріп жақсылап тұрып араластырып аламыз. Менің арнамда осындай сияқты әртүрлі рецепттер бар, кіріп қарасаңыздар болады, және де маған қолдау көрсетіп, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, және де әртүрлі комментарий жазып отырсаңыздар, мен өте қатты қуанышты боламын. Міне біздің печеньеміз пен сары майымыз осылай бірігуі керек. Енді бұл печенье мен сары майды қосылған массамызды алып, мен осындай формаға жинайтын боламын. Форманың диаметрі 22 сантиметрде. Жаңағы массамыздың жартысын осылай форманың астына қоямыз да жақсылап тегістеп шығамыз. Мен бұл пирогтың жанында жасайтын боламын, сондықтан жарты массасын жанын алып қалдым. Сіздер барлығын астына жасасаңыздар да болады. Мен осылай жаны болғанын қаладым, сондықтан осылай екіге бөліп алып, жанына да алып қалып, осылай барлығын нығыздап, осылай тегістеп шығатын боламыз. Біздің пирогымыздың астыңғы бөлігі осымен дайын болып қалды. Енді печенье мен сары май одан әрі бірігуі үшін біз тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қойсақ болады. Тоңазытқышта қатып әдемі болып тұрады. Пирогымыздың қатайған астыңғы бөлігін алып, енді үстіне вареная сгущенканы төсейміз. Жақсылап тұрып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Міне варенкамызды жақсылап тегістеп жағып алғаннан соң, үстіне бөліктерге бөлінген банандарымызды біркелкі етіп төсеп шығамыз. Енді пирогымыздың кремний көшетін боламыз. Сливки мен қант ұнтағын жақсылап миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдығына дейін миксерлеп шығамыз. Мен бұл пирогқа кремді қатты қою қылмадым, өйткені маған солай ұнады. Сіздер егерде қаласаңыздар, кремді қою етіп, насадканың көмегімен гүлдер шығарып, пирогтың үстіне солай қойсаңыздар болады. Мен осындай консистенцияда қылдым. Кремді жақсылап жағып шығамыз, және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Жаңағы қалған вареная сгущенканы қоссаңыздар болады. Немесе шоколадты бөліктерге бөліп сәндесеңіздер болады. Мен шоколадпен сәндедім.
Бұл пирогтың дәмін айтып жеткізу мүмкін емес, сондықтан сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте нәзік болып шығады, өте дәмді. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Сіздермен бірге болған Раушан, міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер, және де қалай болғанын комментарияға жазып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.